Мен қазір дәл осындай резюмелерді қалай тез жасауға болады, соны көрсететін боламын. Бірінші осы сайтқа өтеміз, сілтеме осы видеоның астында RX резюме деп аталады бұл сайт. Логин дегенді басамыз, кіру үшін немесе тіркелуімізге болады. Мен через Google аккаунтым арқылы өтем. Go to app дегенді басамыз. Резюменің бірнеше түрлері міне осы жерде көрсетілген. Бұл тегін сервис, ешқандай жарнама жоқ. Резюмені әдемілеп жасауымызға болады. Create new resume дегенді басамыз. Бұл енді ағылшын тілінде. Резюменің атын жазамыз. Мысалға, егер біз осыны басатын болсақ, онда сілтеме бойынша біздің резюмемізді кез келген адам көре алатын болады. Create'ті басамыз. Одан кейін жаңағы біздің резюмеміз осы, үстін басамыз. Әрі қарай біз мына жердегі ақпараттарды өзгертуімізге болады. Мына оң жағында шаблондар бар, тегін әртүрлі. Және бұны дәл осылай міне жылжытуымызға болады. Мына жердегі шаблондарды басып әртүрлісін көруімізге болады. Қалай көрінетіні міне дәл осы жерде көрініп тұр. Дәл осындай түрде. Маған енді өте сондай қарапайым түрі ұнайды, сондықтан мен осыны таңдаймын. Мына жерде байқап тұрғанымыздай бәрі ағылшын тілінде. Ол түсініксіз болатын болса, бізге settings дегенді басамыз осы. Мына жерден English дегеннің орнына Russian дегенді басамыз, русский язык. Әрі қарай барлығы орысшаға өзгереді. Енді бұл резюмені жүктеп алуды қазір мен көрсетемін. Мына жердегі ақпараттарды өзгертейік. Ең соңғы жоғарғы жағына барамыз. Өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз мына жерге. Мына жерге туған жылыңызды таңдасаңыз болады. Бәрін толтыру міндет емес, қайсысын толтырғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Мысалға мен туған жылым таңдап қояйын, осылай рандом түрде кез келген жылды жазып қоямын. Электронный почтамды жазам. Егер қажет емес болса, жазып керек емес әрине. Міне мына жерде шығып тұрады. Телефон номер жазуымыз керек. Мына жерге әрине өзіңіздің телефон номеріңізді жазыңыз. Қосымша мына жерге ақпарат жазсаңыз болады. Енді бұл жерге сізге қандай мамандық бойынша қандай мамандыққа жіберейін деп тұрсыз, сол өз мамандығыңызды жазып қойсаңыз болады. Құрылысшы немесе строитель. Мына жерге қосымша ақпараттарды жазсаңыз болады, өзіңізге қажет. Одан кейін адрес. Мына жерге қала деген жерге, мысалға Алматы. Облысты жазып қойсаңыз болады қосымша түрде. Немесе басқа елге жіберетін болсаңыз, мемлекетті жазуға болады, мысалға Қазақстан деген секілді. Немесе сол тілде жазып қойсаңыз болады. Ағылшыншаны таңдайсыз, немесе қай тіл керек сол. Әртүрлі Twitter әртүрлі профильдер бар. Давай профиль дегенді басамыз. Қандай да бір әлеуметтік желінің мысалға атын жазамыз мына жерге. Одан кейін соны жазамыз. Мысалға Instagramда осылай болуы мүмкін. Инста. Мына жерге сілтеме қалдырсаңыз болады. Сол кезде Instagram деп шығып тұрады. Әрі қарай Instagramның өзінің иконкасы шығады. Әрі қарай сіздің мына жерде сол жердегі ник шығады. Маған енді бұл керек емес, және көптеген резюмелерде оны жазбайды. Work experience деп тұр. Бұл жерде жұмыс тәжірибесі. Кейбір сөздер енді дұрыс аударылмаған, сондықтан бұлай примерно иконка бойынша түсінуге болады. Жұмыс түрі. Компанияның атын жазамыз. Мысалға Алматы. Басталған уақыты 2018-дің мысалға август айы. Аяқталған уақыты 2023-дің мысалға 2020 дейік. Сайтын қалдырсаңыз болады, сол компанияның мысалға мына жерге жазатынын астына қосымша түрде сол жерде нақты не істегеніңізді жазсаңыз болады. Мысалға мен осылай добавить work experience дегенді басамыз. Сол кезде міне work experience дейді, мына жерде міне шығып тұрады. Жұмыс жасаған уақыты немесе сол сияқты астында құрылысшы және не істегендері міне астында шығып тұрады. Тағы қосу керек болатын болса, тағы да добавить work experience дегенді басасыз. Тағы да солай кете береді. Және мына жерде work experience деп тұр. Бұны өзгертуімізге болады. Немесе уақытша жасырып қоюымызға болады бұлай, немесе бұлай аша аламыз осылай. Work experience дегенді мысалға жұмыс тәжірибесі. Тағы қандай да басқа да бөлімдерді қоса берсеңіз болады. Міне осылай, маған ол керек емес. Education деп тұр. Білімі. Енді бұл қай жерде оқығаныңыз. Мына жерде жазылғандар толтырасыз. Енді бұның бәрін толтыру міндет емес. Қайсысын жазғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Оқу аяқталған уақыты мысалға осындай. Сайтын жазсаңыз болады, қосымша тағы басқа ақпараттар. Астында курс деген бар. Курстарды қоссаңыз болады. Қандай курстар болды? Education'ды міне қостым. Education емес, енді бір
бұны алып тастасаңыз да болады, немесе оқу орындары, немесе білімі. Міне сол кезде міне осылай шығады. Осы жыл мен осындай уақыт аралығында мен осы жерде оқыдым деген. Әртүрлі сертификаттар немесе наградалар болатын болса қосуыңызға болады. Әртүрлі навыктар бар, мына жерде skills деген бар. Әртүрлі мысалы осындай істей аламын деген секілді. Дизайнер болатын болса, мысалы UI, UX, программистер болатын болса, әртүрлі программалау тілдері, технологиялар деген секілді. Құрылысшылар енді білмедім қандай скиллдарды қосуға болады. Уровень дегенді жазсаңыз болады, немесе былай таңдай салуға болады. Не сол кезде міне осындай әдемі болып көрініп тұрады. Тағы басқа міне осылай қоса аласыз, сол кезде міне осындай болып тұрады дегендей. Тілдері. Енді бұл skills дегенді жазу не обязательно, көптеген резюмелерде болмауы мүмкін. Қосымша түрде қоссаңыз болады. Languages деп тұр мына жерде, мына үстін басу арқылы өзгертсеңіз болады. Білетін тілдер. Тілдер. Қосу, мысалға ағылшын тілі. Уровень дегенді өзіңіз жазсаңыз болады, немесе бүйтіп қояйық. Уровень міне V1, немесе өзгерту дегенді басамыз. Эксперт, немесе мына жерге дейін. Сол кезде міне осылай шығады. V1 деп тұрады қосымша, астында қаншалықты деңгейде білесіз, сол көрсетіліп тұр. Енді лучше тіл білетін болсаңыз, мынандай жазған дұрыс. A1, A2, V1, V2, S1, S2 деген бар. Тағы басқа тілдер бар, мысалға орыс тілі, немесе испан тілі. Осындай деңгейде. Мынаны жазу обязательно екен. V2. Міне сондай. Міне біздің резюмеміз осындай болады. Тағы әртүрлі бөлімдер бар. Бұның бәрін толтыру міндет емес. Мысалы, қызығушылықтар деген бар. Әртүрлі қызығушылықтарды қоссаңыз болады. Садағату. Міне осы жерде жазылды. Әртүрлі бұрын істеген проектлерді қосуға болады. Қандай да бір проектлеріңіз болатын болса, тағы басқа жұмыстар, немесе бұл жерде сізге керек бөлім болмайтын болса, добавить раздел дегенді басасыз да, өзіңіздікін қоса берсеңіз болады. Просто мына жерін өзгертесіз, әрі қарай осындай міне ақпараттар шығады. Бұл жерде сурет таңдайтын бар, сурет дегенді басып, өзіңіздің суретіңізді қойсаңыз болады. Бұны әрине қосқан дұрыс. Менде енді жеке аватарым жоқ, сондықтан уақытша міне пример ретінде мен осындай картинка қойдым. Бұл жерде қажет ақпараттар бар, университеттерді көбірек қоссаңыз болады. Егер колледж болатын болса, колледж деген секілді жұмыс тәжірибесі әсіресе көбірек уақыт алады. Одан кейін білетін тілдер, қосымша қандай мамандық бәрін жаза берсеңіз болады. Толығырақ ортаға қоюға болады. Міне дәл осылай үлкейтіп қарасаңыз болады. Міне скопировать ссылку на резюме деген бар мына жерде. Осыны бассаңыз, ссылка көшіріледі. Бұл ссылканы сіз басқа адамға жіберсеңіз болады. Сол кезде мен ол адам дәл осылай мені көре алады. Через осындай міне ссылка арқылы. Ол адам сосын қосымша PDF форматында жүктеп алуына да болады. Бұл жерде енді жүктеп алу үшін біз осы батырманы басамыз, экспортировать в PDF деген. Азырақ күте тұрамыз, одан кейін компьютерге жүктеледі. Менде дәл жаңаға резюме міне біз қалай жаздық, дәл солай менде жүктелді PDF форматында. Енді бұны басқа жерлерге жібере берсеңіз болады. Көріп отырғанымыздай андай бір Word-тағыдай фигня емес, дизайн өте әдемі, сондай удобны, нормальный көрінеді. Оң жағында әртүрлі шаблондар бар, осыны өзгертіп көрсеңіз болады. Қалай көрінеді екен деген секілді. Мысалға мына жерде тұрады осылай. Міне мынандай бар, мынандай түрлер бар, дәл осындай бар, міне осындай түрлер бар. Қайсы сізге ұнайды, соны таңдап қайтадан осылай жүктеп алсаңыз болады. Және бұл резюме сіздің өзіңіздің жеке RxResu сайтында сақталады. Бұл жақта да әртүрлі баптаулар бар, тек қана дизайнде емес, разметканы өзгертуге болады. Мысалға мына жерде мынаны былай қойсаңыз болады, мынаны жоғары өзгертсеңіз болады. Мысалы проектлерді немесе білімі деген бірінші тұру керек болатын болса, бірінші қойсаңыз болады. Skills дегенді мысалға мына жаққа қоюға болады деген секілді. Осындай міне ыңғайлы ойластырылған. Және бір пайдалы функция, мына жерде типография деген бар. Мына жерде типография деген шрифтісі. Қазір біздің жағдайда бұл Open Sans деп тұр. Бізге Open Sans ұнамайтын болса, PT Sansқа мысалы өзгертуге болады. Немесе басқа қандай шрифт бар, сіздің ойынша ең удобны болып саналатын, соны таңдауға болады. Мысалға Ubuntu деген бар.
основной мына заголовоктың шрифтісі, мынау основной шрифт. Бұл жерде Open Sans емес, мысалға PT Sans. Заголовок дегендер міне мыналар. Немесе міне мыналар. Ал основной шрифт міне мына жер, мынау данныйлар осы. Осы жерде шрифтті өзгертіп болғаннан кейін астында тема деген бар. Мына түс өзге ұнамайтын болса, басқа кез келген түсті таңдасаңыз болады. Мысалға осындай бар, көк түс бар, және жасыл түстер бар әртүрлі. Мысалға маған осы, мен осы түсті қалдырам. Бұны басу арқылы басқасына өзгертуге болады. Міне дәл осындай текстің түстері бар әртүрлі. Және бұл басқа адамдарға жіберуге арналған сілтеме. Осыны көшіріп алып, кез келген адамға жіберсеңіз болады. Ол интернет арқылы көре алады осыны.